Мен Сарбанина Анаргүл Жасулановна. Осы мектепте Маңғыстау облысы Бейнеу ауданында Үстірт орта мектебінде 2 сыныпқа дәріс беріп келемін. Еді бүгінгі өткен сабағым туралы айтатын болсам, жаңа білім мазмұны бойынша өткізген бұл сабағым маған қатты ұнады. Себебі бұл сабақта мен көптеген мақсаттарыма жеттім. Жаңа білім бағдарламасы бойынша оқу мақсаттарын таңдағанымда бірінші мен осы балаларға ақпараттық технологияны пайдалануды, яғни интерактивтік әдісті пайдалануды көздеген болатынмын. Мен интерактивтік әдіс арқылы көп мәлімет бердім деп айта аламын. Осының ішінде балалар көбінесе рухани жаңғырып және адамгершілік құндылықтарды алды деп айта аламын. Және балалардың отырысында да, еркін сөйлегенде де бұл әдіс, топтық әдіс, интерактивтік әдісте жақсы нәтиже берді деп айта аламын. Оның ішінде балалардың, яғни өз пікірін еркін айтуында осы маған қатты ұнады. Осы бағдарламаны шығарған, яғни біздерге үйреткен өрлеу әдістемелік орталығына рахметімді айтамын. Рахмет, сау болыңыздар. Сәлеметсіздер ме балалар? Қазір біз қай мезгілде? Балалар қай мезгілде? Қыс мезгілі. Қыс мезгіліне біз қазір неше топқа бөлінеміз? 3. Қыс мезгілінің айларына таныстыршы. Желтоқсан, қаңтар, ақпан. Біздер қандай топқа бөліндік? 3 топқа бөліндік. Қандай? Желтоқсан, қаңтар, ақпан. Жақсы, бәріміз орнымыздан тұрайық. Ең бірінші көңіл күйімізді көтеріп алайық. Сол үшін бірінші Аязды келіп қыз әнмен. Аязды келіп қыз, алғашқы қарышты, аппақ боп үстіміз, ақырау жабысты. Аппақ боп үстіміз, ақырау жабысты. Міне балалар, көңіл күйіміз көтерілді ме? Енді ауа райына қарамай біздің көңіл күйіміз көтеріңкі. Енді экранға назар аударайықшы. Осы уақытқа дейін қандай олимпиадалар және қай жерде болғанын айтыңызшы. Олимпиада ойындары. Олимпийские игры. Олимпиада ойындарын өткізу дәстүрі бізге ежелгі Грециядан келді. Ол кездері Олимп тауында 4 жылда бір рет құдайлардың әкесі Зевстің құрметіне осындай ойындар ойналатын. Жас жігіттер мен ер азаматтар 2 аяқты дөңгелек арбамен және жүгірумен жарысатын, ал жеңімпазға ақ гүлін сыйлайтын. Ең алғашқы қазіргі заманғы Олимпиада ойындары 1896 жылы Грецияның астанасы Афинада өткен. Содан бері 26 жазғы Олимпиада өтті. Ал 1924 жылдан бері қысқы Олимпиада да өткізіліп келеді. Балалар, біздер неге көрсеттің деп ойлайсыңдар? Үйге тапсырмаған не берілмеді? Бекзат Саттарханов берілді. Енді не білемін әдісі бойынша біздер қазір кластер қорғаймыз. Ал балалар, дайын топтар ма? Дайын топтар ма екен? Ал. Біздің топтың аты желтоқсан, ұранымыз желтоқсан, ақырды, аязын шақырды. Топ басшысы Арай, бағалаушысы Нұртаза. Рахмет. Енді жұмыстарыңызбен таныстырып жіберіңіздер. Не білемін, ол кім? Бекзат Саттарханов Семейдегі Олимпиададан 20 жасында бокстан Олимпиада чемпионы атанды. Қазақ боксшысы Бахадыр Батыр. Жақсы отырауға. Рахмет. Рахмет отырауға. Қай топтайын балалар? Ал балалар, қарттар топ ма? Өздеріңіз таныстырып жіберіңіздер. Біздің топтың аты қаңтар, ұранымыз қаңтарды, аққарды, ақборан ақтарды. Топтасымыз шапағат, бағалаушы Рақыт. Не білемін? Біздің топқа осы тапсырма берілді. Бекзаттың жеңіске жету
себебі не деп ойлайсың? Бекзат Саттарханов өжет, қайсар, жігерлі болғандықтан жеңімпаз атанды. Дұрыс па? Рахмет. Ал келесі топ дайынбыз ба? Айта беріңіздер. Өздерін таныстырып жіберіңіздер. Біздің топтың аты Ақпан, ұранымыз Ақпанның бораны, Ақпарды борады. Топташымыз Әсел, бағалаушымыз Ерана. Рахмет, отыра қойыңдар. Ал кім жауап береді? Келе ғой. Не білемін, бізге мынандай жазбасының мәтінін азат жолын дауыстап оқы. Ал мәтіннің азат жолын дауыстап оқы дейді. Кім оқиды? Кім оқиды? Сен үйдің аумағы ашылған бокс залы тағы дуылдаттық. Қазақстан Бекзат есімі еліммен бірге атанған. Бекзат қандай бақытты елімнің туы болды деген осы. Не түсіндің? Қазақстан Бекзат есімі еліммен бірге атанған. Елімнің туы атаның ғана емес халқының ұлы. Міне балалар, рахмет. Үй тапсырмасына жақсы дайындалып келгеніміз міне кластер арқылы көрініп тұр. Ендігі келесі экранға назар аударайық. Міне ой қозғау, жұмбақтар, табаныма байладым, қос аяқпен айдадым. Ол не? Шаңғы. Зулап түстім төменге, шықпас менсіз төбеге. Шана. Ал шаңғының орысшасы қандай? Лыжи. Ал ағылшыншасы қалай? Кім біледі? Скейт, жақсы. Ал енді не? Зулап түстім төменге, шықпас менсіз төбеге. Ол не? Шана. Орысшасы қалай? Санка, да? Санка. Міне, ағылшыншасы білесің бе? Ағылшыншасы? Табанға қақтым, жалпан қақтым, зырлап бақтым. Ол не? Конькидің орысшасы қандай? Сол коньки. Орыс тілінен аударғанда, иә? Ал балалар, енді осыны неге айтып тұр деп ойлайсыңдар? Себебі бүгінгі тақырыпқа байланысты. Бүгінгі тақырыпқа осыны қайдан көрдіңдер? Кітаптан. Аша қойыңдар кәдімгі. Аша қойыңдар. Бұл жұмбақтың авторы бар ма? Кім екен авторы? Ескен Елубай. Ал балалар, экранда көргендеріміз бойынша мәлімет жинаймыз. Ескен Елубай туралы мәлімет құрастырамыз. Ескен Елубай 1960 жылы туылған мемлекеттік грант иегері. 1999 жылы дүниеден кеткен. Алаш әдеби сыйлығының жүлдегері. Теміржол орта мектебін бітірген. Дарабоз бәйгесінің Астана бәйгелік екінші жүлдегері. Конкурсының 2 дүркін бірінші жүлдегері. Балдырған журналының бас редакторының орынбасары. Рахмет, міне. Әселге супер деген бағалаймыз. Супер. Ал балалар, енді бүгінгі сабақтың тақырыбы не екен? Сынықшын денеміз. Оны кім жазған екен? Ескен Елубай жазған екен. Экранға назар аударайық балалар. Атай, бүгін әдебиеттік оқудан 4 алдың дана. 3 жылда бірінші рет қой. Бір қылған, 2 қылады. 2 қылған әдет болады деген сөз бар. Мысалы, сен қазір менің атым Қожа кинофильміндегі қожаның істегенін қайталап, өзіңді өзің жазалап отырсың. Ал балалар, сендерге ұнады ма? Ұнады. Көп мәлімет алдық, иә? Яғни, кім туралы мәлімет алдық? Бек Соқпақбаев. Ол кім екен? Балалар жазушысы. Оның бүгін не үшін онымен танысып отырмыз? Оның бүгін несімен танысамыз? Өлеңмен танысамыз. Қандай? Шынықсын денеміз. Бәріміз ішімізден оқып шығайық. Ал балалар, болды қой, орнымыздан тұрайық. Орнымыздан тұрайық да, көзіміздің қиығын қарап салып қойып, көзіміздің қиығымызбен оқып тұрып, оның қимылын көрсетіп тұрамыз. Яғни өлеңнің қимылын көрсетіп тұрамыз. Ал бәрі оқиық.
бойынша біздер қазір дұрыс ойын ойнаймыз. Бедеу Тоқтықбай 1924 жылы туылған. Дұрыс па? Дұрыс, да? Келесі. Ол қазіргі атындағы Қазақ ұлттық Логикалық университетін бітірген. Кімнің қай сөзді қойды? бітірген. Қай университетті бітірген? Абай. Абай дедім. Я дұрыс, келесі. Оның шығармаларының ішіндегі ең әйгілісі менің атым Қожа. повесі. Менің атым Қожа повесі. Менің атым Қожа повесі нешінші жылы жазылған? 1950. Жақсы, рахмет. Ал келесі кім дайын? Келесі кім дайын? Жауап бересің бе? Браво. Оның көңілдеріне бар. Өзінің армандарын Бағалаймыз, круто деп. Мына екінші круто бар. Рахмет. Келесі. Сабақ ұнады ма сіздерге? Енді қазір микрофон әдісі бойынша осы сабақ туралы әркім өзінің пікірін айтады. Ал қалай ұнады ма? Әсет. Маған бүгінгі сабақ ұнады. Бердібек Соқпақбаев туралы көптеген мәліметтер алды. Маған қатты ұнағаны дұрыс ойыны. Рахмет. Ал тағы? Ал балалар, бүгінгі сабақ маған да қатты ұнады. Осымен сабағымыз аяқталды. Үйге тапсырма, жақсылап өлеңді жаттап келу.